Жүрек тамырлар жүйесіне жалпы шолу, жүректің анатомиясы. Бүгінгі дәрістегі қарастыратын сұрақтар, жүрек тамыр жалпы сипаттама береміз. Жүрек құрылысы, камералар, қақпақшалар туралы айтамыз. Жүрек қабырғасының құрылысы, сонымен қатар жүрек анатомиясы, жүрек қан тамырлары мен нервтендіруі, өткізгіш жүйе туралы, жүректің дамуы және кейбір даму ақауларына тоқталамыз. Сонымен жүрек тамыр жүйесі бұл ағзаның барлық тіндері мен мүшелерін байланыстырып, негізінен тұйықтықты жүйеде сұйықтық тасымалдаушы қызмет атқаратын мүшелердің жиынтығы. Жүрек тамырлар жүйесінің негізгі қызметтері: біріншіден тасымалдау. Бұл мүшелер мен тіндерде қан және лимфа айналысын жүзеге асырады. Трофикалық қоректік заттарды тасымалдау. Тыныс алу, яғни оттегі мен көмірсутек газын тасымалдайды. Сонымен қатар экскреторлық, яғни зат алмасу нәтижесінің ақырғы өнімдерін мүшелерден шығарады. Екінші бұл реттеу, яғни регуляторлық қызметі қан айналысты өзгерте отырып, биологиялық активті немесе белсенді заттарды, гормондарды жеткізу арқылы мүшелердің жұмысын реттейді. Келесі интегративті, яғни біріктіру. Барлық мүшелер мен жүйелерді ағза бірлігінде байланыстырып біріктіріп тұрады. Одан кейін жылу реттеу, яғни қан арқылы жылу ағзаның барлық бөлімдеріне кең таралады, және жылудың реттелуі осы қан тамырлар жүйесі арқылы жүреді екен. И соңғы орында тұрған бұл бесінші болып, бұл жалпы патологиялық үдерістерге қатысу, иммундық, табыну және тағы басқа жалпы патологиялық үдерістерге олардың ағымында қан тамырлар жүйесінің қатысуымен жүреді екен. Сондықтан бұл енді қызметтеріне жатпағанмен, оның тікелей соларға қатысатындығына осы бесінші пункт қатысатындығын туралы айтылып тұр. Осы қызметтерді жүзеге асыратын жүрек тамырлар жүйесінің орталық бөлімі жүректен және оның шеткі бөлімі түтікті құрылымдардан тұрады. Оларға қан және лимфа тамырлары жатады. Біз бүгінгі дәрісте осы жүректің анатомиясына тоқталамыз. Түтікті құрылымдарға бізде келесі дәрістерде қарастырылады. Сонымен жүрек қор. Кеуде қуысында алдыңғы көкіректе орналасқан вена тамырлары арқылы қанды қабылдап, артериялар тамырлары арқылы қанды айдайтын 4 камералы қоныс пішінде бұлшық етті қуыс мүше. Жүректің өсі қиғаш, жоғарыдан төмен қарай, оңнан солға қарай, арттан алға қарай бағытталған. Жүректің мынау сыртқы құрылысы, бұл жүректің ұшы бар, апекс кордис, негізі, базис кордис. Екі беті болады, төс қабырғалық беті және диафрагмалық беті, және оларды бөліп тұратын екі жиегі бар. Жүрек 4 камерадан тұрады. Оң және сол жақ жүрекше, оң жақ және сол жақ қарыншалар. Жүрекшелердің арасында және қарыншалардың арасы өзара перделері арқылы бөлінген. Сондықтан жүректің оң жақ жартысы, яғни оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаны веналық қанмен байланысты болғандықтан веналық жүрек деп атайды. Ал сол жақ жүрекше мен сол жақ қарынша тек артериялық қанмен байланысты болғандықтан артериялық жүрек немесе артериялық бөлім деп айтылады. Жүректің қақпақшалық құрылымдары күрделі, 4 қақпақшаны ажыратады. Жүрекше мен қарыншалардың арасындағы ол жармалы қақпақшалар, және оң жақ қарынша мен өкпе сабауының, сол жақ қарынша мен қолқаның арасында айшық қақпақшалар бар. Жармалы қақпақшалар қанды бір бағытта жүрекшелерден қарыншаларға қарай өткізеді. Жармаларының санына байланысты сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның арасында 2 жармалы, вальва атревентрикуляр синистра немесе вальва митралис, ал оң жақ жүрекше мен қарынша арасында 3 жармалы, вальва атревентрикуляр декстра немесе вальва трикуспидалис деп айтылады. Әрбір қақпақша құрылысы олар тұрады жармалардан тұрады. Сосын сіңірлі хордалардан, хорды тендиния және емізікше бұлшықеттерден тұрады. Оң жақ қарыншаның өкпе сабауына, сол жақ қарыншаның қолқа доғасына ауысар жерінде айшық қақпақшалар бар. Айшық қақпақшалардың дөңес жағы қарыншалар қуысына қараған. Ал ойыс беттері тамыр қуысына қараған. Қақпақшаның тамыр қуысына қараған бос жиегінде түйіншелер болады. Нодулус вальвуле семилюнарис. Ал
тамыр қабырғалары мен әрбір айшық арасында қойнаулар болады. Қойнаулар. Қолқа қақпақшаларының құрылысын өкпе сауынға салыстырғанда қолқаның айшық қақпақшалары қалың. Яғни бос шегінің түйіншелері ірі болып келеді екен. Ірі болып келеді. Жүрек қабырғасының құрылысына келетін болсақ, 3 қабаттан тұрады. Ішкі эндокард, ортаңғы ең қалыңы бұлшықетті миокард, сыртқы эпикардтан тұрады. Эндокард жүрек қуысының ішінен оның күрделі бедерлерінің ізін қайталап, емізікті бұлшықеттері мен сіңірлі қордаларды жауып тұрады. Миокард қабаты өте күрделі, қанша мен жүрекшенің бұлшықетті қабаты бір-бірінен толық бөліп тұратын фиброзды сақиналардан басталады. Бұл фиброз сақиналардан басқа дәнекердінді құрылымдар мен жүрек қаңқасының құрамына кіреді. Жүректің фиброзды қаңқасы қақпақша орналасқан тесіктердің диаметрінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Жоғары артериялық қысымға қарсы тұрып, қақпақшалар жармаларын тығыз жабады. Жүрек қаңқасына келесі құрылымдар жатады. Әрбір жүрекше қарыншалық тесікті қоршап жармалы қақпақшалардың тірегі болып табылатын бір-бірімен байланысқан оң жақ және сол жақ фиброзды сақиналар, аннули фиброзы декстра синистра, өкпе сабағы мен қолқа теңізгін қоршап орналасқан фиброзды талшықтар, сол жақ фиброзды сақина мен қолқа теңізгінің дәнекертінді талшығының қосылуынан түзілетін оң және сол жақ фиброзды үш бұрыштар, тригонум фиброзум декструм и синуструм. Осы айтылған құрылымдардың барлығы бірігіп, жүректің фиброзды қаңқасын құрайды. Жүрекшенің миокард қабаты 2 қабаттан, ал қарыншаларда 3 қабаттан тұрады. Сыртқы қабат қиғаш тік бағытталған, жүрек ұшына келгенде вортекс кордис түзетте ішкі бойлық қабат таласады. Осы аталған ішкі 2 қабаттың ортасында ортаңғы қабаты циркулярлы орналасқан бұлшықет қабаты болады. Осы бұлшықетті қабатының осы фиброзды сақиналардан басталуы арқасында миокард жүрекшелерді бөліп, қарыншаларды бөлек жабады. Сондықтан олардың жиырылуы бір-біріне тәуелсіз. Яғни жүрекше жиырылғанда қарыншалар босаңсиды, қарыншалар жиырылғанда жүрекшенің босаңсуы осымен түсіндіріледі. Енді ең сыртынан ол эпикард жауып тұрады. Эпикард перикардтың сірлі қабатының висцерал жапырақшасы болып табылады. Жүрек негізіне келгенде эпикард перикардқа ауысады. Перикард ол ең сыртқы қабаты, міне алдарыңызда тұр. Перикард ол жүректі сонымен қатар қолқа мен өкпе сабауының түбірін, қуыс веналар мен өкпе веналарының сағасын жауып тұратын серозды қапшық. Париетал және висцерал жапырақшалардан тұрады. Бұлардың арасында сұйықтық болады, қуысы болады, сұйықтық болады. Бұл үйкелісті болдырмау үшін аздаған сұйықтықтың болуы осыны атқарады. Жүректің қанмен қамтамасыз етілуі жүректік қан айналымы арқылы жүзеге асырылады. Ол бульбус аортадан шығатын артерия коронария декстра et синистраның жүзеге асырылады. Ал веналар артериялармен салыстырғанда көп болады. Жүректің ірі веналары артында тұрған синус коронариске жүрек құяды да, одан әрі ол тікелей оң жақ жүрекшеге ашылады екен. Жүректің афферентті нервтенуі нервус вагустың құрамында, сонымен қатар симпатикалық сабаудың құрамында өтетін нервы кардиаций cervicalis majus inferior, нервы кардиаций торакский мен жүрегі жүзеге асырылады. Бұл жерде симпатикалық нервтер ауырсыну сезімін, ал парасимпатик нерв қалған басқа афферент импульстерді тасымалдайды. Ал эфферентті парасимпатикалық иннервациясы бұл нервус вагус арқылы жүргізіледі, жүзеге асады. Бұл жүрек жұмысын баяулатады, тежейді, тәжік артерияларды тарылтады. Ал симпатикалық нервтенуі эфферентті бұл симпатикалық сабаудың жүректік нервтер арқылы жүзеге асады. Бұл жүрек жұмысын күшейтеді, ырғағын жылдамдатады, тәж артерияларды кеңейтеді. Осы жүректің жиырылу функциясын оның өткізгіш жүйесі жүзеге асырады. Сондай-ақ белгілі бір шамада жүйке импульстерін жинақтап, жүректің жиырылуының реттілігін, автоматизмін қамтамасыз етеді. Сонымен жүректің ырғақты жиырылуын қамтамасыз ететін күрделі бұлшықетті нервтік құрылымды жүректің өткізгіш жүйесі деп атайды. Оның құрамына келесі құрылымдар кіреді. Нодус синуатералис, жоғары қуыс вена тесігі мен оң жақ құлақшаның арасында орналасқан.
жасушалардан тұрады. Пейсмейкер ырғақ жетекшісі деген. Келесі нодус атриовентрикулярис. Жүрекше аралық перденің төменгі бөлімінде оң жақта тәжді қойнау маңында орналасқан. Үшіншісі fasciculus atrioventricularis, nodus atrioventricularis шығатын жүрекше мен қарыншаның миокардын байланыстырып тұрады. Төртінші, қарынша аралық пердедегі fasciculus atrioventricularis crus dextrum et sinistrum оң жақ сол жақ аяқшаларға бөлінеді. И соңғы аяқталатын ол Пуркини талшықтары. Қарынша миокардында аяқталады. Сонымен қатар 6-шы пунктте тұрған септомаргиналды жолақтар. Бұл Пуркини талшықтар араларындағы қарынша қабырғасындағы миокард пен эндокардтың томпайған аймақтары. Бұл құрылымдар қарынша перделері мен қабырғаларын байланыстырып импульсты тез таратады. Және қарыншалардың шектен тыс созылуына кедергі болып, қарыншадан қанның толық айдалуына ықпал етеді екен. Жүрек жұмысының сатылары. Бірінші, жүрекшелердің систоласы, қарыншалардың диастоласы. Бұл нодус синоатриалисте қозу пайда болып, жүрекшеге таралып, жүрекше жиырылып, қан қарыншаға өтеді. Импульс нодус атриовентрикуляриске беріледі, ал одан әрі fasciculus atrioventricularis арқылы оның аяқшалын Пуркини талшықтарына, қабырғаларына арқылы қарынша қабырғаларына таралады. Келесі ол қарыншалардың систоласы, жүрекшелердің диастоласы. Яғни қарынша жиырылған кезде қан қарыншалардан оң жақ қарыншадан өкпе сабағына, сол жақ қарыншадан қолқаға қарай өтеді екен. Бұдан кейін жалпы кідіріс, яғни одан кейін әрі қарай жүрек жұмысының сатылары қайталанып отырады. Жүректің дамуы жалпы эмбриогенезде 3-ші аптасында мезодермадан ортан ұрық жапырақшасынан эндокардиалды қапшық түрінде қалыптасқан жүрек негізі қаланады. Бұл екі жақта жұп қалыптасады, одан әрі қаратай эндокардиалды қапшық бір-біріне жақындайды, сөйтетте екеуі бірігеді. Қосылады да, түпте жүрек кор тубуляре симплекс қалыптасады. Осыдан кейін, осы кезеңнен бастап, жүректің дамуы 4 кезеңнен өтеді. Бірінші, 1 камералы жүрек, екінші, 2 камералы жүрек, үшінші, 3 камералы, төртінші, 4 камералы деп айтылады. 1 камералы жүрек, кор тубуляре симплекс, ол ортасы ұрыққа бекіп тұр, және оның жоғарғы төменгі ұштары өсу кезінде иіледі. Жоғарғы ұшы алдыға, артқы ұшы артқа иіледі. Сол кезде ол сигмаға ұқсас болады, сондықтан кор сигмоидеум деп аталады. Әрі қарай ол екі ұшы бірі қосылған кезде ортасында жалпы бір перде қалыптасады. Нәтижесінде 2 камералы жүрек болады, яғни жалпы бір жүрекше бір қарынша пайда болады да ортасын перде бөліп тұрады екен. 3 камералы жүрек кезінде жүрекше аралық перде дамып қалыптасады. Бірақ жүрекше аралық перде толық бітіспейді. Бұл екі жүрекше ұрықтық даму кезінде байланыс жасап тұрады. Бұл сопақ тесік арқылы жүреді. Бұл сопақ тесік туғаннан кейін де болуы мүмкін, бірақ туғаннан кейін аз уақыттың ішінде сопақша тесік форамен овалия бітісу керек. Сөйтіп ол сопақ шұңқырға айналады. Кейбір жағдайда осы сопақ тесік бітпей қалатын болса, осы ақауға сақталуы әбден мүмкін. Келесі, 4 камералы жүрек сатысы, бұл кезде қарынша аралық перде өседі. Сөйтетте нәтижесінде 4 камера қалыптасады, жүректің барлық бөлімі қалыптасады. Осы сатылармен байланысты жүректің даму ақаулары да кездесуі мүмкін. Бұл Железнов, Лев Михайлович осының 2011 берген оқулығындағы жіктеліс бойынша жүректің орналасуының ақаулары ең бірінші үлкен топ. Бұған жүрек эктопиясы мен декстрокардия жатады, яғни жүрек сыртқа шығып қалуы мүмкін. Және жүректің бағыты біз айттық, жоғарыдан төмен, оңнан солға қарай, арттан алға қарай десек, керісінше бұл декстрокардияда жүрек оң жақта болады екен. Келесі екінші үлкен топ жүрек камералары мен қақпақшаларының ақаулары. Біз мана айтып кеттік, жүрекше аралық перденің ақауы болуы мүмкін, яғни форамен овалия бітіспей қалады. Сосын қарынша аралық перденің де бітіспей қалуы да мүмкін. Кейде 2 камералы немесе 3 камералы жүрек дейді. Яғни жүректің даму сатыларына сәйкес белгілі бір факторлардың нәтижесінде даму тоқтап қалатын болса, 2 камералы кезде тоқтап қалса, 2 камералы жүрек, 3 камералы кезде тоқтап қалса, 3 камералы жүрек қалыптасуы мүмкін. Бұдан басқа ұрықтық кезде
болатын баталық түтігі деген болады. Бұл артериалдық түтік деп айтылады. Бұл өкпе сабағы мен қолқаның арасын байланыстырып тұрады. Кейін туғаннан кейін бұл байламға айналады. Кейде бұл түтіктің де бітпей қалуы болады. Бұл жағдайларда артериялық қан мен веналық қан араласатын болады. Келесі бұл қосарланған ақаулар. Бұл енді фало триадасы немесе фало үштігі, фало тетрадасы, фало төрттігі, фало пентадасы, яғни фало бестігі деген атпен белгілі. Бұл қасында жазылып тұр, яғни бірнеше ақаулардың қоса кездесуі мүмкін. Сол жағдайларда айтылады. И төртінші, бұл соңғы сирек ақаулар деп берілген. Бұл акардия, жүректің негізі қаланбаса, бұл 3-ші аптада басталады десек, мезодермадан. Бұл тіпті дамымай қалуы мүмкін. Бұнда акардия и диплокардия, эндокардиалдық қапшық екеу дедік, сосын олар қосылып, түтікті жүрек кортубуляр симплекс қалыптасу керек. Бірақ бұл жағдайда екеуі ортада келіп қосылмай қалады. Екі эндокардиалды түтіктен екі түтікті жүрек қалыптасады. Әр қарай олар өздерінің иілуі бөлек-бөлек жүргендіктен екі жүрек қалыптасуы мүмкін. Осымен аяқтаймыз.